Сәлем қыздар, қысты күні жеген кезде қанша жылдан бері жеп келе жатырмыз, еш жалықтырмайтын және қысты күні аңсап тұрып жейтін салаттың рецептісін сіздермен бөлісемін. Барлық керек заттардың барлығын описание бөліміне жазып кетемін. Ең бастысы ішіне қосатын заттардың барлығын түгел қосу керек. Бір заты жоқ деп қоспай қалмаңыздар. Енді бұл салатты дайындау үшін піскен картошкамызды, сәбізімізді төрт бұрышты етіп турап аламыз. Және қыздар, басқа да қысты күні жейтін салаттың рецептісін іздеп жүрсеңіздер, менің YouTube каналымда бар, сол жаққа кіріп қарап көрсеңіздер болады. Капуста салаттың түрлі барлық рецептілерін көре аласыздар. Мінекей піскен қызылшамызды да төрт бұрышты етіп тураймыз. Ірі етіп турамаңыздар, орташа көлемде турап төрт бұрышты етіп кесесіздер. Және бір штук пиязымызды да тураймыз, оны да жіңішке етіп кесесіздер. 2 штук тұздалған қиярымызды турап жатырмын. Қыздар, мен бұл салатты қонақтарға дайындаған болатынмын. Қонақтардың барлығына ұнап рецептісін сұрап, үйге барғаннан кейін де жейміз, салып берші деп сұраған рецепт, сол үшін сіздерге қайтадан түсіріп салып жатырмын. Негізінен бұл рецепт менің YouTube каналымда бар. Енді одан кейін үстіне тұздалған капустаны қосамыз. Қыздар, тұздалған капуста міндетті түрде. Сонымен қатар консервідегі горохты саламыз, тұз саламыз үстіне кішкене ғана, және қара бұрыш себеміз. Қыздар, егер де каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде каналыма тіркеліп кетіңіздер. 3-4 ас қасық сұйық май қоссаңыздар болады. Міндетті түрде сұйық май болу керек, бірақ көп қосып жібермеңіздер. Барлығын жақсылап араластырамыз. Осымен біздің салатымыз дайын болды. Жасап көріңіздер. Барлықтарыңызға ұнайды, барлықтарыңыз білесіздер жасауды. Тек осы мен жасаған әдіспен тағы бір рет жасап көруге кеңес беремін. Ас болсын.